Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз 9 сынып бойынша ықтималдықтың классикалық анықтамасы, статистикалық ықтималдық тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Бұл топ есептерін бірге талқылаймыз. 31-де 6-шы есеп: екі ойын сүйегі лақтырылды. Түскен сандардың көбейтіндісінің мәні 5 санына тең болуының ықтималдығын тап. Бұл жерде бізде түскен сандардың көбейтіндісінің мәні 5 санына тең болуы қажет. Яғни көбейтіндісі 5-ке тең болатын жұптар ол бізде 1-де 5 және 5-те 1. Ал бізде барлық мүмкін жағдайлар саны, яғни екі сүйек үшін бізде 6 көбейтілген 6 тең 36-ға тең. Жаңа айтып өткен қолайлы жағдайлар саны бізде 2-ге тең. Енді ықтималдықтың формуласына қоямыз. Яғни қолайлы нәтижелер санын барлық нәтижелер санына қоямыз. Сонда 2 бөлінген 36 тең 1 бөлінген 18-ге. Келесі 31-де 7-ші есеп: бір тиын 2 рет лақтырылды. Ең болмаса 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын тап. Яғни бізде елтаңба түсуінің ықтималдығы, бұл кезде бізде 3 жағдайды қарастырамыз. Яғни біріншісі ол бізде елтаңба сан, немесе сан елтаңба, немесе екі жағдай елтаңба түсуі. Енді осы жағдайды есептейтін болсақ, ол бізде 4-тен 3-ге тең. Екінші бізде 3 тиын лақтырылды. 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығы. Яғни бізде 2 рет елтаңба түсу керек оқиғаларды қарастырамыз. Яғни ол бізде елтаңба сан, немесе елтаңба сан елтаңба, немесе сан елтаңба. Енді осы жерде есептейтін болсақ, 8-ден 3-ке тең. Келесі 31-де 8-ші есеп: емтиханға 1-ден 25-ке дейінгі нөмірленген билеттер дайындалған. Бір оқушының кездейсоқ алынған билеттің нөмірі 1 таңбалы сан, немесе 2 таңбалы сан болуының ықтималдығын тап. Бірінші біз 1 таңбалы сан болуының ықтималдығын қарастырайық. Яғни бізде жалпы 1-ден 25-ке дейінгі 1 таңбалы сандардың саны 9-ға тең. Барлығы бізде 25, сонда П тең 9 бөлінген 25-ке тең. Келесі бізде 2 таңбалы сан болуының ықтималдығы, яғни 2 таңбалы сандар бізде 10-нан 25-ке дейінгі барлығы 16 сан бар, яғни ықтималдық П тең 16 бөлінген 25-ке тең. Келесі 31-де 9-шы есеп: кездейсоқ 2 таңбалы сан таңдап алынды. Төмендегі оқиғалардың ықтималдығын тап. Яғни бірінші оқиға бізде алынған сан 0-мен аяқталады. Жалпы бізде 2 таңбалы сандардың саны 90, 0-мен аяқталатын сандар ол бізде 10-нан 90-ға дейін барлығы 9 сан. Демек, ықтималдық бізде 9 бөлінген 90, ол тең 1 бөлінген 10-ға. Екінші оқиға: алынған сан бірдей цифрлардан құралған. Жалпы бізде мұндай цифрлар 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, яғни М тең 9-ға, 2 таңбалы сандардың саны 90. Яғни П тең 9 бөлінген 90, ол тең 1 бөлінген 10-ға. Үшінші: алынған сан 27-ден артық, 46-дан кем. Яғни бұл бізде 28-ден 45-ке дейінгі сандар, яғни М тең 18-ге, П тең 18 бөлінген 90, тең 1 бөлінген 5-ке. Төртінші оқиға: алынған сан бүтін санның квадраты болады. Яғни 2 таңбалы квадрат сандар ол бізде 16, 25, 36, 49, 64, 81, яғни М тең 6-ға. Яғни осы жерде П тең 6 бөлінген 90, ол тең 1 бөлінген 15-ке. Келесі 31-де 10-шы есеп: төменде берілген оқиғалардың орындалу жиіліктерін табыңдар. Бірінші: сатып алынған 5 лотереялық билеттің біреуі 30 билеті. Екінші: 100 лотереялық билеттің 4-еуі 30 билеті. Үшінші: атылған 20 оқтың 6-ы санаға тиеді. Төртінші: 30 күннің ішінде 12 күн ашық болады. Жалпы бұл тапсырмада оқиғалардың орындалу жиіліктерін анықтау қажет. Жиілік оқиға санының барлық мүмкін жағдайлар санына қатынасы ретінде есептеледі. Яғни есептейтін болсақ, бірінші жағдайда бізде 5 билеттің біреуі 30 билеті, яғни 1 бөлінген 5, ол тең 0,2-ге. Екінші жағдайда 100 лотереялық билеттің 4-еуі 30 билеті. Демек, 100-ден 4-ке тең, ол 0,100-ден 4. Үшінші жағдайда атылған 20 оқтың 6-ы санаға тиеді. Демек, 20-дан 6, ол тең 0,3-ке.
Төртінші жағдайда 30 күннің ішінде 12 күн ашық болады, яғни 30-дан 12 ол тең 0,4-ке. Осымен бұл топ есептер аяқталды. Есептер түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.